Астанада Орыс үйінде тың жерлерді игерудің 70 жылдығы атап өтілді. Астанада Орыс үйі тың игерудің 70 жылдық мерейтойын атап өтті. Соғыстан кейінгі жылдарда елімізде азық-түлік тапшылығы қатты сезілді. 1954 жылы елімізге Кеңес одағының түкпір-түкпірінен тың игеруге 600 мыңнан астам жас мамандар келді. 300-ден астам совхоз құрылды, ауыл шаруашылығы мен ғылым дамыды, техникалық және материалдық жағынан жабдықталды. Бұл тарихи ауқымды жоба Қазақстанның далалық аймағын әлемдегі ең ірі астық өндірушілердің біріне айналдырды. Қарағанды ферроқорытпа зауытындағы қайғылы оқиғаға байланысты Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов тергеуді жеке бақылауына алды. Жұмыс беруші компания қайтыс болған жұмысшылардың отбасыларына 10 жылдық жалақы көлемін бір жолғы төлем ретінде аударады. Сондай-ақ қаза тапқан, зардап шеккен отбасы мүшелерінің барлық несиелері кешіріледі, тұрмыстық жағдайларын жақсартуға көмек көрсетіледі. Еске сала кетейік, ферроқорытпа зауытында төтенше жағдай 20 шілдеде болған. Күтпеген жерден пештен жалын шығып, 8 адам зардап шекті. Зауыт қаладан тым алыс орналасқандықтан оларды зауыт жұмысшылары қызметтік көлікпен ауруханаға жеткізген. Қазақстандық және шетелдік мамандар қанша тырысқанымен зардап шеккендердің 4-еуін аман алып қалу мүмкін болмады. Сондай-ақ 25 шілдеде тағы 2 жұмысшының қайтыс болғаны белгілі болды. Бірыңғай тұрғын үй коммуналдық шаруашылық алаңын құру жоспарлануда. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Жанна Дүбірова, биыл біз тұрғын үй коммуналдық шаруашылық секторындағы әртүрлі көздерден алынған деректерді біріктіруге мүмкіндік беретін бірыңғай тұрғын үй коммуналдық шаруашылық платформасын құру бойынша жұмысты бастадық. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мемлекеттік қызметтер мен деректерді цифрландыру мәселесіне ерекше назар аударуда. Құрылыс саласында 22 мемлекеттік қызмет, оның 20-сын электронды форматталуға болады. Қазақстан билігі көшпенділер ойындарын Олимпиада ойындарының деңгейіне көтеруді жоспарлап отыр. Биыл Астанада 8-13 қыркүйек аралығында өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 89 елден 2000-нан астам спортшы қатысады. Алғаш рет Бруни, Венесуэла, Ирландия, Доминикан Республикасы, Гамбия, Перу, Эфиопия және Бурунди спортшылары қатысады. Бұл туралы халықаралық испандық ақпараттық EFE агенттігіне Қазақстан Республикасының спорт және туризм министрі Ермек Маржықпаев хабарлады. Жарыстар спорттың 21 түрінен өтеді. Соның ішінде ат жарысы, ұлттық күрес, жекпе-жек жарысы, дәстүрлі садақ ату, интеллектуалды ойындар тағы басқа. Барлығы 97 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Париждегі Олимпиада ойындарына қатысатын Қазақстан спортшылары еріп келген адамдардан 2,5 есе аз. Париждегі Олимпиада ойындарындағы Қазақстан делегациясының құрамында 209 адам болса, оның 80-і ғана спортшылар. Қалғандары шенеуніктер мен спорт менеджерлері, дәрігерлер және жаттықтырушылар. Сондай-ақ Қазақстанның теннис федерациясы, Қазақстанның бірінші, әлемнің 4-ші ракеткасы Елена Рыбакинаның Париждегі Олимпиададан бас тартқанын хабарлады. Рыбакина жедел бронхитке ұшырағандықтан дәрігерлер оған теннис алаңына ғана емес, жарыстар мен сапарларға шығуға қатаң тыйым салған. Спортшы денсаулығына байланысты жарысқа қатыса алмайтындығына өкініш білдіріп, қазақстандық спортшыларға сәттілік тіледі. Ресей мен Сирия президенттері екі жақты кездесу өткізді. Кремльде Ресей президенті Владимир Путин мен Сирия президенті Башар Асад арасында кездесу өтті. Мемлекет басшылары сауда-экономикалық ынтымақтастықтың және одан әрі өзара іс-қимылдың негізгі мәселелерін талқылады. Владимир Путин Ресей, Сирияны соғыстан кейінгі қалпына келтіру жұмыстарына қолдауын жалғастыратынын атап өтті. Башар Асад Ресей Федерациясына лаңкестік қауіппен күресуге және Сириядағы бейбіт өмірді қалпына келтіруге қосқан елеулі үлесі үшін алғыс айтты.
Баку мен Астана, Қазақстан мұнайы Әзірбайжан арқылы тасымалданады. Әзірбайжанның Сакар мұнай мемлекеттік компаниясының президенті кеңселеріне Израильге мұнай жеткізілуіне байланысты шабуыл жасалған компания Бакуде Қазақстанның Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы Хасеновпен кездесті. Әзірбайжан аумағы арқылы қазақстандық шикі мұнай транзитінің көлемін ұлғайту және сауда мәселелері талқыланды. Сапар барысында Қазақстан делегациясы қазақстандық мұнай транзитіне тартылған Әзертранс және Сенгичал терминалдарында болды. Сонымен қатар 2024 жылдың алғашқы 6 айында Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыры арқылы Ақтау портынан 700 мың тоннадан астам мұнай жөнелтілгені атап өтілді. Ыстықкөл 2024 фестивалінде Қырғызстан мен Қазақстаннан келген 250 әже бірге халық әндерін шырқады. Түркі керуені жобасы аясында Ыстықкөл 2024 фестивалінде 250 қырғыз бен қазақ әжелер бірге халық әндерін шырқады. Ыстықкөл жағасындағы Шолпан ата қаласының демалыс орталығындағы түрлі нысандарда ұлттық киімдерін, орамалдары мен күміс бұйымдарын киген әжелер би билеп ән шырқады. Бұл мерекелік шараны ұйымдастырушылар Венера Пірматова мен Толкун Оразбоева. Фатх пен Хамас Палестинаның ұлттық бірлік үкіметін құрады. Бейжіңге әртүрлі палестиналық қозғалыстардың өкілдері келді. Оның ішінде 2 жетекші, батыс жағалауы басқаратын Фатх партиясы және өткен жылы Израильдің әскери операциясы басталғанға дейін Газа секторын бақылайтын Хамас топтары. 3 күндік келіссөздердің қорытындысы бойынша тараптар Пекин декларациясына қол қойды. Ол Палестина ұлттық бірлік үкіметін құру туралы келісім. Қытай сыртқы істер министрлігінің веб-сайтында атап өтілгендей, Қытай Палестина мәселесін шешудің 3 сатылы тәсілін ұсынды. Бұл Газа секторындағы атысты тоқтату және оның тұрғындарына гуманитарлық көмек көрсету, Палестинаны тек палестиналықтар басқарады принципін ұстану және соғыстан кейін Газа секторын қалыпқа келтіру бойынша жұмысты қамтыды. ақш-қа сапармен келген Беньямин Нетаньяхуды мыңдаған адам наразылық шеруімен қарсы алды. Полиция халыққа қарсы көзден жас ағызатын газ қолданды. ақш конгресі алдында сөйлеген сөзінде Израиль премьер-министрі Газа соғысындағы құрбандар саны қалалық соғыстар тарихындағы ең төмен көрсеткіш. Халықаралық қылмыстық сот дәлелсіз Израильді Газа тұрғындарын аштыққа ұшыратты деп айыптады. Израильдің қаһарман сарбаздары Газа секторында соғыс жүргізгені үшін айыпталмай, керісінше марапат алуы керек. Америка мен Израиль Иранға қарсы тұру үшін таяу шығыста қауіпсіздік одағын құралады. Біздің соғысымыз, сіздің соғысыңыз, біздің жауларымыз, сіздің жауларыңыз, ал біздің жеңісіміз Америка Құрама Штаттарының жеңісі. Біз өзімізді ғана емес, ақш-ты да қорғаймыз. Зеленский ақш конгресінде және Еуропалық одақта дәл осындай ұранмен сөз сөйледі. Камала Харрис Нетаньяхумен кездесуден кейін Газадағы соғысты аяқтайтын уақыт келді. Демократиялық партиядан президенттік сайлауға қатысатын ақш вице-президенті Камала Харрис Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхумен келіссөздер жүргізді, және ол оны конструктивті әрі ашық деп атады. Харрис Израильдің өзін қалай қорғайтыны маңызды екенін айтты. Ол Газада соңғы 9 айда өте ауыр, әрі қайғы қасіретке толы оқиға болғанын атап өтті. Біз өзіміздің азап шегуімізге жол бермейміз, сондықтан мен бұл орайда үнсіз қала алмаймын, деді ол. Сондай-ақ Харрис бұл соғысты тоқтататын кез келді деп қосты. Бұған дейін Нетаньяху ақш конгресінде 1 сағаттан астам уақыт сөйлеп, Иранға қарсы бірігуге шақырған болатын. Сондай-ақ Израиль премьер-министрі Трамппен кездесуді жоспарлап отыр. Бұл келіссөздер нәтижесінде Нетаньяху Ливанға соғыс ашуды жоспарлап отыр.